Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай керемет питанан жасайтын боламыз. Түрлі начинкалармен ішін толтырсаңыздар болады, немесе ыстық нан ретінде пайдалансаңыздар болады. Ол үшін бізге жылы су, құрғақ ашытқы, тұз, құмшекер және сұйық май қажет болады. Барлығын қанша мөлшерден қосатынымызды описаниеге жазып кететін боламын. Ең соңынан ұнымызды қосып, жұмсақ қолға жабысатын қамыр илейміз. Жақсылап илеп, иі қанған қамырды жылы жерге қоятын боламыз. Қамырымыздың жұмсақтығы видеода көріп тұрғандарыңыздай қолға жабысатын өте нәзік қамыр шығуы қажет. Көтерілгенше жылы жерге демалдырамыз. Ашыған көтерілген қамырды 12 бөлікке бөлеміз. Осындай пышақтың көмегімен бөлсеңіздер болады. Осылай 12-ге бөліп, 12 шарик дайындап қойдым. 5 минут тындырып демалдырамыз қамырды. Енді қамырымызды 2-3 мм қалыңдықта жайып аламыз. Құрғақ, қызып тұрған табада пісіретін боламыз. Ескеретін жағдай, әр бетін 10 секундтан пісіріп ауыстырып отырасыз. Қашан көтеріліп, нанымыз дайын болғанша ішімізден кәдімгідей санап 10 секунд сайын ауыстырып отырамыз. Сол кезде нанымыз жақсы піседі, жақсы көтеріледі. Ортасында ауа пайда болып, салмасын салуға дайын болады. Әр 10 секунд сайын ауыстырып, екі жағын жақсылап пісірсеңіздер, ортасында ауа пайда болып, салмасын салуға орын кең болады. Ал егерде қамырыңыз көтерілмей қалған жағдайда, еш уайымдамаңыз. Оның ортасына да начинкасын салып, таңғы асқа ұсынуға болады. Сонымен біздің питанандарымыз дайын. Кейбір питанандарымыз жұқа болып пісуі мүмкін. Оны ортасын 2-ге бөліп, тек сырмен толтырсаңыздар болады. Ендеше кеттік. Начинкаларымызды толтырып, жеуге дайындаймыз. Сонымен питананымыздың салмасын салуды бастаймыз. Ең бірінші, осылай кез келген пышақтың көмегімен ортасын бөліп аласыздар. Салмасына сметана, майонез, кетчуп өз қалауларыңыз бойынша толтыруларыңызға болады. Ет, тауық еті, немесе осылай таңғы асқа түрлі сырлармен толтырсаңыздар болады. Көтерілмей қалған питанандарымызды еш уайымдамай, осылай ішін бір бүктеп, түрлі ірімшіктерге толтырып, таңғы асқа ұсыныңыз. Келесі нанымызды піскен тауық етімен толтыратын боламыз. Қияр қызанағымызды ұмытпаймыз. Сонымен біздің питанандарымыз дайын. Бірнеше түрін жасадым. Осылай таңғы асқа сырмен жасасаңыз болады. Етпен, немесе тауық етімен жасасаңыздар болады. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Каналыма жазылыңыз. Сонымен менің питанандарым дайын. Осылай таңғы асқа сырмен жасасаңыздар болады. Ерітіп, екі жағын бірдей ыстып қойдым. Және фаршпен жасасаңыздар болады. Осылай тауық етімен жасасаңыздар болады. Мына жерде тауық еті. Өте дәмді, жұмсақ. Дрожбен жасалатын болғандықтан жұп жұмсақ болып піседі. Ас болсын, сіздермен болған мен Бекболатова Нағима, оригинал рецепттер каналы.